тәуелсіздік және патриотизм тақырыбындағы подкастымыздың қонағы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрлігі тіл саясаты комитетінің төрағасы Ербол Ерденбекұлы Тілешев. Ербол Ерденбекұлы, қош келдіңіз. Армысыздар. Өзіңізге деген алғашқы сұрақ. Биыл Қазақстанның тәуелсіздігіне 35 жыл толып отыр. Осы кезеңді сіз қандай басты жетістіктермен сипаттар едіңіз? Бірінші шақырғандарыңызға рахмет. Торғай толы өлкесіне келіп қалдық. Тарихи жер, Қазақстан рухани құнары топырағы өсіп-өнген, Қазақтың қос ұлттың ұстасы шыққан жер. Тәуелсіздіктің ең басты жетістігі тәуелсіздік нығайды. Ең басты жетістігі осы. Экономикалық, әлеуметтік, мәдени, басқа да құбылыстар, өзгерістер, осы аймақта болып жатқан, осы посткеңестік аймақта посткеңестік геосаяси жағдай, әлемдік жағдайлармен болып жатады ғой, оның қашанда болған бола береді. Бірақ ең басты сол біздің тәуелсіздігіміз бекіді, оның негізгі тәуелсіздіктің атрибуттары қалыптасты, конституциясымен жаңа конституцияға дауыс берді. Қарап отырсаңыздар, бұл жаңа бір форматтағы мемлекеттің жаңа кезеңі аяқ басу. Осындай бірнеше кезеңді біз өттік. Енді мемлекет деген саяси жағынан ғана тұрмайды. Ол елдің үлкен экономикасы, әртүрлі қоғамдық әлеуметтік қатынастар, осы жағынан келгенде Қазақстан тәуелсіз ретінде өзінің саяси бағдары бар, әлеуметтік өзінің жағдайы бар, экономикалық өзінің жоспары бар, өзінің мәдени келбеті бар мемлекетке айналды. Оның ішіндегі көпұлттылық мәселесі, рухани мәселелер, мынау тарих жылдарындағы тарихымыздың ортаға оралуы, ұлттық құндылықтардың қалыптасуы, сонымен бірге мына ұлтаралық қатынастар сақтап қалу, Қазақстанда әртүрлі жағдайларға байланысты, оған бүгінгі ұрпақтың қатысы жоқ, әртүрлі кезеңдерге байланысты сол соңғы тіпті 2 жылдың ішіндегі көп этникалық мемлекет болуы, бірнеше діндердің бас қосуы деген сияқты нәрсенің бәрінде сол саяси жағынан болсын, дипломатиялық жағынан болсын, мәдени қоғамдық жағынан бірақ реттелді. Осыған мемлекет араласты. Бұл мемлекеттің араласуы стихиялы түрде емес, мемлекеттің араласуымен болған. Және соның бәрі өзінің жемісін берді. Енді экономикалық қиыншылықтарға келетін болсақ, посткеңестік елдерде біреу анау айтқандай бір дамып қары өсіп кеткен ондай экономика жоқ. Шынында да. Қазақстан да солардың қатарында. Егер бірден бір қары өсіп кетіп біз 10-ші болып қалып, 15-ші болып қалсақ айтуға болады. Мен посткеңестік елдердің біразында болған адаммын. Үлкен мемлекеттерде, шағын мемлекеттерде, бізден гөрі ауа райы қолайлы мемлекеттер, жинақ мемлекеттерде, ал соңғы параметрлер бойынша, мынау Біріккен ұлттар ұйымының, дүниежүзілік банктың сараптамалары бойынша, сол Қазақстан соңғы 6 жылдың ішінде үнемі үштікте. Бұл біздің Қазақстанның өзінің бір шешімі емес, шынында да халықаралық сарапшылардың шешім бойынша осындай. Әрине, даму бұдан да жоғары болғанын халық қалайды, халықтың тұрмысы бұдан да жоғары қалайды, бірақ көп нәрсе кейде біз күткендей болмайды. Ол өзінің эволюциялық жолымен, өзінің диалектикалық жолымен келе беретін нәрселер ғой. Ең басты тәуелсіздіктің нығаюы. Бұл үлкен жеңіс, бұл үлкен жетістік. Осы тәуелсіздігіміздің нығайғанда тіл мәртебесін айта кетейікші. Қазіргі тіл мәртебесі қандай жалпы? Тілдің мәртебесі, конституцияда бекітілген мәртебесі бар. Бұл тағы да осыған ораламыз. Бізді Өзбекстанмен, түркі тілдер ретінде, Әзербайжанмен, немесе басқа мемлекеттермен салыстыру қиын. Бір ғана факт айтайын, 1959 жылы қазақ халқы өзінің жерінде 29% болды. Мысалға, Қостанай облысында демографиялық жағынан осы оң сальдо көрсетіп отқан соңғы 6-7 жыл, шынына келген кезде қарап отырсаңыздар. Қалалану процесі, урбанизация кеңестік өндірістік кезеңнен кейінгі нарықтық кезеңге дейін ол орыс тілді орта болды. Өйткені өндірістің тілі, завод фабриканың тілі, немесе мына нарықтың тілі ол біз арқылы келген жоқ. Мысалға, Өзбекстанда кеңестік дәуірге дейін қалалық мәдениет болды. Өзбек ұлты қалалық ұлт болып қалыптасты. Самарқан болсын, оларда мына қалалану процесі бұзылған жоқ. Біз қалалану процесін біз қираған отырардан, орны қалған сарайшықтан, орны қалған саураннан көріп отырмыз. Рас қой. Көбісі кеңестік ресейлік империя кезінде салынды, мысалы
өзіміз алған Қостанай, баяғы Николаевск қаласы өзіміз білетіндей, сол сияқты нәрселер көп. Сондықтан осы процесстер қала қашанда мемлекеттің, ұлттың жетекші локомотиві. Егер қаланың тілі сол тіл болса, онда ауылда бәрі мемлекетке әсер етеді. Сондықтан қазіргі кезде, соңғы кезде қазақтың қалалану процесі қашып жүріп жатыр. Бұл ауылдардың жабылуына байланысты, шалғайға байланысты. Мысалға біз қазір Торғай, Жангелдин ауданынан, Амангелді ауданынан көріп отырмыз көшуді. Арқалық қаласының жағдайы кезінде қалай болды, қарап отырсаңыздар, көбісі Астана кетті, көбісі Қостанай кетті. Сонымен бірге қалалану, қазақтың қалалану үдерісімен бірге қазақ тілінде мәртебесі соған тура пропорционал деп ойлаймын. Енді бізге айту оңай, саясаттан көру, басқадан көру оңай, ол бетті нәрсе, бірақ қалыптасып қалған нәрсені бірден күрт бұру қиын. Өйткені мысалға басқаны айтпағанда қазақ азаматтарының балалары әлі орыс тілінде оқып жүр, 35 жылға қарамастан. Қазақ жастарының қазақ тілін білмейтін бір ортасы пайда болды. Мысалға неге тәуелсіздік кезінде бүкіл қазақша сөйлеп кетпеді? Мысалға оған саясаттың немесе мектептің немесе бір тысқы күштердің оған қатысы жоқ қой. Ол өзінің қалауы. Яғни тіл белгілі бір дәрежеде қандай ұлт болса да, Үндістанда солай болған. Мысалға ағылшындар кеткелі қай заман, бірақ Үндістан мемлекетінің әлемге шейін мемлекеттік бір тілі ағылшын тілі. Ол жерде 1% Үндістан тұрмайды. Тіпті 0,1% да ағылшын жоқ, Үндістан емес, кешіріңіздер. 1%, бірақ ағылшын тілі тұр. Технология тілі ретінде тұр. Бірақ ол Үндістандар біздің естуімізше болған жоқ, бірақ ұтта, өйткені компьютерлік технология, фармацевтика ол жерде қатты дамыды. Оған да ағылшынның ықпалы болды. Оны да біз айтуымыз керек. Сондықтан бұған бір жақтан емес, көп параметр жағынан, бір жағынан тарихи генетикалық жағынан, бір жағынан эволюция жағынан, сосын болашақ жағынан қарауымыз керек. Болашақ жағына қараған кезде қазір қазақ халқының саны 72%-ға жуықтады. Ең жас ұлттардың бірі біздің мемлекетіміздегі. Басқа оңтүстік қалаларда немесе батыстың қалаларын қоспағанның өзінде қазір үлкен қалаларда қазақстардың саны артты. Соған орай мектептерде ашылып жатыр. Аралық мектептер жөнінде көп айтылады, бірден қазақша ауысып кетпей ма деген сияқты. Бірақ ол да халықтың қалауы ғой. Мысалы ешкімге сен араласқа бер, таза мектепке бер деп ешкім мұқтаж міндеттеп жатқан жоқ. Сондықтан бұл да өзінше бір белгілі бір уақыттың шегі керек. Өйткені батпандап кірген нәрсе мысқалдап шығады. Осы тұрғыдан біз соған қарауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені саяси жағдайды өзіміз көріп отырмыз. Елдің тыныштығы, біздің елде тұратын азаматтардың несі ең басы басқа ұлттардан, басқа халықтардан біздің тілімізге қарсылық байқалмайды. Мысалға біз өзіміз сөйлесек, бәрі сөйлейді. Сондықтан ол да бірте-бірте келеді деп ойлаймын. Жоғары оқу орындарында да қазір қазақ бөлімдері көбейді. Мысалы Евразия ұлттық университетін білемін. Мысалға орыс филологиясында бір топ, қазақтарда 8-9 топ. Қарағандының өзінде мен былтыр сұрадым. Орыстарда 2-3 орыс тобы бар екен. Орыс тілі әдебиеті былтыр 11 топ алды қазақ тілі әдебиетіне. Ертең олар жемісін береді ғой. Олар өседі ғой, жемісін береді, мұғалім болады. Келесі ұрпақ келеді. Сондықтан белгілі бір ұрпақтың ауысуы керек деп ойлаймын. Шағын болжам жасасақ, мысалы қазіргі жемісін береді, оқып жатыр, топтар құрылып жатыр, оның барлығы әрине қуантарлық жайт. Таза мысалы мәртебеміз, тіл мәртебесі бекіп, қашан осындай қазақ тілді қоғам құрылады деп ойлайсыз? Қазақ тілді қоғам ең алдымен қазақ халқы өзінің тіліне ие болып өзінің тілін сөйлеу керек. Мысалға Аяз бидің ертегі бар. Сол Аяз биде айтады: көп қорқытады, терең батырады дейді. Бұл философия. Ол тура өзінде айтып тұрған жоқ. Бұл философия. Сондықтан біз көп болған сайын біздің қатарымыз да көбейді. Солай емес па? Және ол мемлекеттік қызметте қазір 90% қазақ ұлтынан. Және олардың көпшілігі қазақ тілін біледі. Айтып тұрмын ғой, мұнда инерция бір бетбір болмай тұр. Енді үшінші жақтан келіп қазір ағылшын тілі кіріп жатыр. Мысалға, ол да жаһанданудың мысалға. Қазір жастар, ағылшын жастар өте көп. Мен бір байқағаным, Грузияда өте көп екен. Ағылшын. Мысалға біз Грузияда бір сұрап, бір мекен-жай сұрап едік, сондан орысша білетін адам таппадық. Содан ішімізде біреу ағылшын біледі, сол жастардан ағылшын тілін сұрап отыр екен. Көрдіңіз бе? Осындай трендтер бізге де келіп жатыр. Мысалға қарап отырсаңыздар, сондықтан көп тілді полилингвистикалық қоғам болады, бірақ әрине бүгінгі оқып жатқан, бүгінгі айтылып жатқан әңгімелер, мысалға біз Ахметті оқымадық бала кезімізде, Міржақыпты оқымадық. Енді сол есемізді қайтарып жатырмыз. Бұлар қазақстандық патриоттықпен өскен ұрпақ қой. Ол десе олар ата-ана болады. Сондықтан белгілі бір уақыттарда ол болады. Оны енді бірақ бүгін ертең деп айту қиын, бірақ белгілі бір уақыттарда болады. Дүние өзгеріп тұрады ғой қашанда.
Рахмет. Жалпы осы 35 жыл ішінде тәуелсіздік ұғымының мазмұны қоғам санасында қалай өзгерді? Басында тәуелсіздікте эйфория болды. Тәуелсіздіктің романтикалық кезеңі болады. Біз өттік, алаш ақталып жатыр, тәуелсіздік алды, кеше желтоқсан оқиғасы бар, бәрі қазақша сөйлеп кетеді, бәрі сондай болады деп ойладық, бәріміз күттік. Бірақ эволюцияның жолы олай емес екен, диалектиканың жолы. Ол бірінші сыналдық, экономикалық тұрғыдан сыналдық. Солай ғой, 90-шы жылдар қандай болды өзіңіз білесіз. Сол заманнан өттік. Ол да біздің бір мінезіміз қалыптасты. Ол бір жабайы буржуазиялық қоғамға бір стихиялы буржуазиялық. Дүкенін ашу керек екендігін, кәсіп істеу керек екендігін, бизнеске жақын болу керек екенін. Қазақтың ұғымында, тарихи ұғымында саудагер деген жақсы емес. Ол саудагер, тарғаш, неше түрлі айтты ғой. Бірінші дүкенге, мысалға біздің алаяқтыққа, бұл бала соған баланды. Біздің бір әріптестеріміз болды, декретте отырған кезде, бала күтімінде. Солар барып, баяғы Ақмола пединститутында, солар барып базарға компьютер сатты. Сонда кәдімгі филология факультетінің жиналысында неге мұғалім компьютер сатады деген кәдімгі жиналыс болды. Мысалға, көрдіңіз ба? Біз соны солай қабылдадық. Бірақ енді біз өндірісіміз жоқ, жеңіл өнеркәсіп ол кезде дамымаған, завод фабрика тоқтап қалған, халық не істейді? Халық енді үйренді. Енді саудагер деп айтатын болды, коммерсант деп айтатын болды. Бүгін бизнесмен деп айтатын болды. Әдемі сөздер ойлап табылды. Көрдіңіз ба? Халықтың бұл бір кезең өтті. Екінші кезең кезінде 2000 жылдың кезінде жаңадан күтеді ғой, мына миллениум болады, жаңа мыңжылдық басқарып жатыр, жаңа болды деп отыр. Бірақ менің ойымша бір шамамен ол кезде мұнайдың бағасы да қымбат болды. 2006-2007 бір бетбұрыс байқалды қоғамда. Экономикалық тұрғыдан да. Бірақ сол кездерде біз соны бір экономиканы соны пайдаға ұқсатпадық деп ойлаймын. Сол уақытты жіберіп алдық біз сол кездерде. Мынау сол кездерде бір дұрыс нәрсеге инвестиция салмадық. Сол кездерде мұнай қымбаттап тұра беретіндей болып, сондай кездерде бір ысырапшылдық көп болды деп айтайын, мәдениет түрде. Бірақ одан кейін міне еш жидық. Қазір енді міне 2019-2020-дан бері біз әлемге басқа көзбен қарап жатырмыз. Басқа тіпті әлемнің өзіндегі саяси жағдайлар, үлкен елдердің өзі, кіші елдердің өзі бұл. Күні кешегі мысалы Иранға байланысты, Венесуэлаға байланысты нәрселердің өзі біздің көзімізді ашып отыр. Ең басты тыныштық екендігін, ең басты амандық екендігін, іргенің бүтін екендігі және тәуелсіздік үлкен берген нәрсесі ол Қазақстан Республикасының шекарасы толық бекітілді. Мысалға, тіпті мынау ағайын деп отқан Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстанның өзі осыдан 1-2 жыл бұрын ғана шекараға келісімге барды. Өйткені біздікінде емес, біздікі үлкен шекара, біздің жүзсіздіктер шекара. Оларда мысалға Қазақстаннан Тәжікстанның шекарасы 70 шақырым. Соны көп адам білмейді. Неге? Өйткені Тәжікстан Өзбекстанға кіріп жатыр. Қарап отырсаңыздар. 70 шақырым. Жетісайдан Ауғанстанның шекарасы 350 шақырым. Астанадан жақын. Астана үш жерден 650 шақырым. Көрдіңіз бе? Сол шекаралар олар әлі бекіткен жоқ. Мысалға Ресей мен Украинаның шекарасы осы күнге шейін бекітілген жоқ. Міне осы күнге шейін, бүгінгі 10 сәуірге шейін бекітілген жоқ. Біріккен ұлттар ұйымында. Үлкен жеңіс, біз шекараны бекітіп алуымыз. Ол енді ар жағында үлкен хандарымыз тұр. Кешегі шекара бекіткен Ахмет Байтұрсынұлы бастаған, Әлімхан Ермеков, Уәлитхан Танышев бастаған азаматтар тұр. Бер жағында Сәкендер, Тұрарлар, Сұлтанбектер тұр, коммунистік большевик топ. Олар үлкен еңбек сіңірді. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде біздің шекараны шегендеп алу үлкен жетістік. Астананың көшуі деген сияқты. Мына сіздердің жерде бар серпін жобасы, мысалға қазір көп отқан дейсіздер. Сосын біздің үлкен бір нәрсеміз Қазақстанда, мен жетістік деп айтам, біздің қандастарымызды көшіріп әкелу. Бұндай жағдай өзі көп мемлекетте бар, бірақ тура жолға қойылған тұрақты саясат ол Израильде, Германияда және Қазақстанда. Мысалы, тура Өзбекстан, Қырғызстанда ондай бағдарлама жоқ. Ол мүлде ондай бағдарлама жоқ. Сосын мен Мәскеуде болғанда мұғалімдерден сұрайды жағдайын. Сонда мұғалімдерге мемлекеттік бағдарлама дәрігерлерге барсам, Ресейде өмір болып қойған жоқ. Оларға мемлекеттік бағдарлама бар, оларға тек әскерилерге ғана бар. Өйткені әскер көп ел, әскерилерге. Ал мемлекеттік бағдарлама жоқ. Неге мемлекеттік мұғалімге неге үй беру керек? Неге дәрігерге үй беру керек деп қарайды. Осы тұрғыдан келгенде мына қазір Қостанайда қарап отырмыз ғой, өсуі, қаланың өсуі қарап отырсаңыздар. Мемлекеттік бағдарламаның кезінде қаншама адамдар үйлі болып қалды ғой. Үлкен жетістік қой. Мысалға, біздікі енді әлеуметтік мемлекет, мысалға батыста Америка құрама штаттарында грантқа оқу, үй беру дейтін мүлде жоқ, ол олар санасында жоқ. Ол неге беруге тиіс? Мына Оңтүстік Кореяда мен тыңдадым тарихын.
үйінде 2 адам бюджетте жұмыс істеген, біреу мемлекеттік қызметкер, дәрігер немесе осындай сіздер сияқты, біздер сияқты чиновник тек қана 25-30 жылдан кейін ғана үйге қол жетеді екен. Оңтүстік Кореяда үй алу өте қиын екен. Пенсияның алдында ғана адамдардың қолы жетеді екен. Сондай ер екеніне қарамастан. Оның қасында бізге әлеуметтік мемлекет қой, ол жағынан бар. Әрине оның бәрі сапалы, жұрттың бәрі оған риза болып отыр деп айтуға болмас. Бірақ қарқын баяу болғанмен бақыт дұрыс деп ойлаймын. Тамаша. Қоғам арасында осы тәуелсіздік құндылығы әлсірейді деген пікір бар. Бұл пікірмен сіз келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін, оны мүлде келіспеймін. Бұл өйткені қазір біз мына виртуал қоғамда кейде бір шындықтан гөрі сондай бір ақпараттарға, Фейсбукқа, Инстаграмға, ТикТокқа сенетін заманға келдік қой. Мысалы осыдан 2 күн бұрын әріптесіміз сөйлесіп тұр, күн шығып тұр, содан 3 күн бұрын қар жауып отыр. Сонда ылғи біздер ойбай қар жауып екен, үсік болайын отыр екен, доллар қымбаттайын екен, бензин қымбаттайын. Осындай ажиотаж, осындай нәрсе көп. Өйткені халық жақсы нәрсені емес, соған бейімделіп бара жатыр. Мысалы көшеде бір жақсы нәрсе әуен айтылып кетіп баратса, жай қарайды қызығады. 2 адам төбелесіп жатса, соны 100 адам әңгіме алады. Сондықтан мен қоғамның осынан қорқам. Біреу сүрінсе, соған күлетін заманға келдік. Сараптауымыз ақпаратты, кешірім сұраймын, сөзіңізді бөліп кеттім. Ақпаратты сараптауымыз сонда төмен болып тұр ма? Аналитика өте төмен. Мен журналистер кешірсін, журналистер де, ғалымдар тарапынан да бізде аналитика жағынан өте төмен сараптау, оны айтуымыз керек. Сол мәдениетті көтеру үшін, қалыптастыру үшін не істеу керек? Ол үшін қалыптастыру үшін ең алдымен олардың мамандар дайындау керек. Мықты мамандар дайындау. Журналистика болсын, сараптау институттары болсын, немесе бір әлеуметтік зерттеулер жасап жүр ғой, мысалы әлеуметтік орталықтар бар. Сондай мамандар бізге жеткіліксіз. Мысалы қазір неше семинарлар ашады, солар маман ба? Мысалға, бізде журналистер болса, телевидениеде жүрсе, газетте істегісі келмейді, телевидениеға барып жұлдыз болып сөйледі. 2 өлең айтса, лауреат болып сөйледі. 3 өлең айтса, медаль алғысы келеді. 4 өлең айтса, орден алғысы келеді. Міне осындай бір жұлдыздық нәрсе, осындай популизм күшейіп кетті. Сосын жұртты таңғалдырып айту, бір парламенттің алдына барып, лифтіге алдына тұрып алып, депутатқа барып, микрофон тықпалау. Енді бір мәдениет, қарапайым мәдениет болу керек қой, қарап отырсаңыздар, иә? Сондай бір жан жерін айту, соны бір тиісіп айту, сосын мұқатып, тиісіп, сонда сіз соған жауап бермейсіз ба? Сіз депутат емессіз ба? Деген сияқты. Кешеде бір депутатты көріп баратыр, әйел кісі, сол кісіні лифтіге жібермей тұр мысалы. Сол дұрыс па мысалға? Сол мәдениет па? Қарап отырсаңыздар да, сондықтан осындай нәрсе. Сосын бір жағы халықта сондай адамдарды бір соны батыр көріп, жаңағы ой мынау жаңағы бетін айтты, жаңағы әкімге айтты, немесе министрге айтты, ананы сынады деп ой бәрекелді деген сияқты бір сондай бір тойдан атты, жаңағы бәйгеден бір құнаны келгендей қылып сөйтіп айтады. Ол Абайдың 40 сөзінде бар. Абай тура осы мінезді Абай сұрақ қойып, риторикалық сұрақ қойып, бүкіл 40 сөз Абайдың соған құрылған. Сондай нәрселер бізде бар. Бірақ бір таза су ақпайды. Таза су құдықтан ағанда да ол тұну керек. Ол лаймен бірге құдық қазғанда бірінші лаймен бірге. Сондықтан қоғамда мынандай сөз қолданған болады, орысша әуезовтің қолданған сөзі брожение ума дейді әуезов осыны. Сондай бір қоғамда брожение ума болып отыр. Бұл ақты ақ, қараны қара дейтін уақыт келеді. Бірақ бір нәрсенің ағын көру үшін ол қоғам белгілі фазадан өту керек. Және содан өту керек. Емделу үшін адам укол салдырады, система алуы мүмкін, қиналуы мүмкін, сосын ол қоғам сол тазарады. Біз сондай кезеңдеміз. Сондай бір терапиялық кезеңдеміз деп айтуға болатын шығар. Я сондай, және одан өту керек. Одан өтпесе ол жалғаса береді. Одан да өту керек. Ол барлық қоғамда өткен, содан өту керек. Ол бәрі бір саф нәрсе, алтын бәленбай тонна құммен тастан шығады ғой. Сондықтан біз сондай асық пен жасықты айыру үшін сондай нәрсеге баруымыз керек. Сондықтан мен оған түсіністікпен, кешіріммен қараймын. Мен тіпті дұрыс емес деп айта алмаймын. Ол болуға тиісті нәрсе. Болуға тиісті нәрсе ғой. Мына сәби сияқты білмейді ғой сәби. Мысалға бірдеңе бүлдіріп қояды, шеге алмай жүре береді. Мысалға бірдеңе сындырдым деп ойламайды. Үстіне бірдеңе жағып алдым деп ойламайды. Сондықтан ондай болған. Мына коммунизмде неткенде сондай нәрсе болған. Лениннің бір мақаласы бар, есіме түсіп отыр. Біз енді КПСС тарихында оқыдық қой. Детская болезнь левизны коммунизма деген Лениннің мақаласы бар. Тым солшыл болып кеткен партия. Сонда коммунистерге айтқан қойыңдар. Соны мақала жазған.
Детская болезнь левизны коммунизма деп. Сондай левизна болып жатыр бізде деді. Енді левый правый екенін білеміз ғой, былайша мен әдейі мақаланың атын өзгертпей орысша айтып отырмын. Өзі айтқанда бір сондай болып жатыр. Содан барып таза, содан сап нәрселер шығады. Қазір балалардың шетелде оқып жатуы, мынау жаңа қарасаңыз жекеменшік мектептер өте көбейді. Солай ғой, өте көбейді. Яғни қоғамның бір буржуазиялық, бір элитарлық бір өскіндері бар қоғамда, ондай бар. Өйткені біз кеңес үкіметінің кезінде элита деген сөздің өзі жоқ. Өйткені бәріміз бірыңғай едік. Бәріміз құрылысшыда, мұғалімде бірдей киінетін едік, бірдей мектепке барамыз, бірдей тұрмыс. Ол бір типтендіру, бірыңғайластыру бұл қоғамның санасын өсірмейді. Ол қоғам қашанда бәсеке керек. Сондықтан қазір осы бәсекеде жақсы жеңеді, оған мен сенім бар. Бәсекеге оралайықшы, жаңа жекеменшік мектептер бар дедіңіз. Жалпы жекеменшік мектептердің осыншама миллиондаған мысалы қаржы төлейді ата-анасы бір жыл оқыту үшін баласын. Неге олай? Біз мысалы мемлекеттік сонда мектептің деңгейі төмен ба? Жекеменшік мектепте? Мектеп жаңа сияқты ол бірдей білім береді. Мысалға, егер сіздің қаржыңыз болса, сіз ресторанға барасыз ба, асханаға барасыз ба? Ресторанға барасыз. Солай емес пе? Сіздің қаржыңыз болса, сіз жақсы бутиктен киінесіз. Сондықтан ол қоғам солай болады. Ол адамның әлеуметтік жағдайы ешқашан бірдей болмайды. Ол кеңес үкіметінде соны зорлықпен ұстап отырды. Ешқашан. Осы Францияның жеткен жетістігі, Испания дейсіз ба, Құрама Штаттар ма, Жапония бәсекелестен шықты. Байлар қайдан шықты? 90 жыл бәрі бірдей болды. Жұрттың бәрі тонаумен бай болған жоқ, еңбек етіп, өзінің еңбегімен дүкен ашып, сол дүкеннің ыдыс-аяғын өзі жуып, өзі полын жуып, бірінші бір бөлме ашып, ертең екі бөлме ашып, тағы бір пәтер салып, үшінші пәтер салып, адамдар еңбектенді. Сол кезде бір адамдар телевизорда ұйықтап жатты. Жұмысқа барып келіп болды деп міндетсініп. Олар ұйықтаған жоқ, жұмыс істеді. Адамзаттың ру тайпалық кезеңінің алғашқы қоғамдық қауымында бәрі бірдей болды. Құл үйренші қайдан шықты? Пысықтар бай болды. Жалқаулар соған қызмет істеді. Солай ғой. Сондықтан қарап отырсаңыздар, мысалға мен бір жігіт Астана келген жігіттерді білемін, өз достарым да бар. Сол қарапайым қана пәтер жалдап тұрды. Қазір мысалы үйден үй алып, кәсіп ашып, кафе ашып, ресторан ашып жатыр мысалға. Олар ешқашан мемлекеттік қызмет істеген жоқ. Сол күнкөрісімен, таптың еңбегімен. Өзі тұнған жоқ, жұбайы да, балалар да солардың пысық еңбекқор. Ана бюджеттің балалары сияқты емес, олардың балалары да бар. Түнде барып дүкенді қарап келеді, жүк тасиды мысалға. Сондықтан сондай қоғам келе жатыр. Сондай қоғам келе жатыр, ол шетел солай болған. Сондықтан жекеменшік мектепке беріп баға берсе, ол ата-ананы таңдау, және ата-аналар да қарап отыр ғой. Сол мектепте ағылшын неше тілді үйренеді, ұбт-дан неше балл алады. Егер ондай көрсеткіш болмаса, ата-ана сонша ақша төлемейді. Солай емес пе? Мысалға, Назарбаев интеллектуалдық мектебінің оқушыларының Назарбаев университетіне түсетін болса, түсу пайызы білмеймін, өте жоғары. Қарапайым мектепке барса, оған түсе алмайды. Сондықтан қазір қазақтың ең үлкен ұмтылысы, тәуелсіз жаңа сұрағың үшін айта кетейін, алдыңғы сұраққа. Жетістік қазақ халқының білімге құштарлығын көрсетті. Байқайсыз ба? Қазақстан Республикасында ең білімге құштар халық қазақ халқы. Байқайсыздар ма? Басқа ұлттармен салыстырып отырсыздар ғой іштей. Сонда ең мысалға оңтүстік ұйғырлар бар мысалға. Өзбектер бар. Мен ұйғыр ауданында қарасаң, өткен кезде олар нағыз жұмысшылар. Сенің асханаңды пісіріп береді, тамағыңды, қонақ үйіңді сервистеп береді. Қазекең бар оқиды. Содан саннан сапар шығады. Шынында да қазақ өте құштар екен білімге. Мен шынында да өз халқыма сүйсінемін. Әрине нашар оқуы мүмкін, басқа, бірақ құштарлық өте жоғары. Өйткені балам қор болмасын, қыз бала ертең жат жұртта ол оқымай, біреудің қолына қарақамасын деген сияқты психология бар ғой бізде. Бұрында да болған. Сол нәрседен көп, мысалы қыз бала кеше жақында ғана біздің бір қызымыз Гарвардтың университетінде мысалға оқуға түсті. Математика олимпиадасында қазақ алғашқы 10-қа кіріп отыр. Кешегі университеттеріміз соңғы министр Саясат Нұрбек айтты, соңғыда біздің 6-7 университетіміз халықаралық рейтингке көтерілді. Соның бәрі ол мектептен салынды ғой, іргетасы. Сол мектептің, кешегі мектептің балалары ғой, қарап отырсаңыздар. Посткеңестік елдерде біздің мысалы шахматтан Бибісараларды алыңыз мысалға. Қазақтың 2 қызы әлем чемпионы болды. Ол қашан болып еді? Асаубаевалар деген чемпион, тағы да бір қыз баламыз. Әлем чемпионы шахматтан. Біз баяғыда Майя Чебурданидзе, Нона Гапранишвили бергенде, бұл грузин дейтін неден атақты 2 қыз әлем чемпионы, сол біздің 2 қызымыз әлем чемпион болып отыр. Қарап отырсаңыздар. Оның бәрі біздің халықтың интеллектуалды әлеуетін көрсетеді. Мысалы, грек жұрты бір қартайған ұлттар бар екен. Грек жұрты 2000 жыл бұрын мәдениет істеді. Антикалық дәуір істеді. Қазір Греция мүлде істелмейді. Бұл Европада артта қалған елдің бірі. Сөйтсе ұлттың өзінің бір дағдарысы болады екен. Біздің ұлтта қайта әлеует ашылды. Біз
қазақ хандығымен алғанда 5-ақ ғасыр өміріміз бар. Қытайдың 5.000 жылдық тарихы бар ұлт ретінде, гректің 3.000 жылдық жағы бар. Ол да бір дағдарысқа түседі ғой. Көрдіңіз ба? Біз осы бір интеллектуалдық дағдарыс емес, интеллектуалдық бір өрлеу келген сияқтымыз. Мен сол қуантады. Бұл да тәуелсіздіктің арқасы. Әрине тәуелсіздіктің арқасы. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы патриотизм мен қазіргі патриотизмнің айырмашылығы бар ма? Алғашқы патриотизм мен жаңа сипаттадым ғой, романтикалық деп айтатын едім. Бүгінгі реалистік патриотизм деп айтуға болады. Кейде пессимистікке де барып кетеді, оны да айтуымыз керек. Өйткені әлем ашылғаннан кейін жастар тіпті біздің өзіміз неге біз Жапония болмадық, неге Америка болып кетпедік деп сондай бір эйфория бар. Бірақ оны жаңа айттым, ол диалектиканың заңы бар. Тәуелсіздіктің басында халық аш болса да, халықтың жағдайы болмаса да романтикалық нәрсе болды. Өйткені тәуелсіздігін сағынып қалған жұрт, Ахаң сияқты алыштарын сағынып қалған жұрт, солармен қауышты. Рухани нәрсе көп болды, ізденіс көп болды. Анау сол кезде бір тойлар өтіп жатты. Ана батырдың тойы, мына бидің асы деген сияқты, ол өзінің функциясын орындады. Енді бүгін біздің қолымызда смартфон тұрғаннан кейін, оның бәрін салыстырып отқаннан кейін, оның романтикалыққа жол жоқ. Бізден де дамыған елдер бар екен. Біз бір керемет оның басында тұрған емеспіз деген сияқты. Біз мынау осы жылда кешеуілдеп қалдық. Мынау бізде болу керек еді деген сияқты жаңағы сын пікірлер де болды. Осы сын пікірлердің ішінде дұрыс пікірлер де бар, объектив пікірлер де бар. Сондықтан қазіргі кезде патриоттық нәрселер не көтереді? Тұтынушылық сананың кезінде әрине патриоттық. Неміс патриот болады, менде Мерседес бар дейді. Жапон патриот болады, менде Toyota бар, менде Sony бар дейді. Мысалы сол емес па? Сондықтан бір тұтынушы мемлекеттен өндіруші мемлекетке айналуымыз керекпіз. Біздің тұтынған затымыз, мысалы Bosch дейтін үтік бар бізде. Samsung дейтін телевизор бар. Солай емес па? iPhone бар. Балалар кәдімгі затпен өшейді қазір бәрінде. Сосын бізде не бар деп сөйтіп айтады. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз де оған баруымыз керек. Енді қазір индустрияға байланысты мемлекет басшы тапсырма беріп отыр ғой. Мына Алатау қаласының салынуы Конституцияға кіріп кетті. Осы белгілі бір кезеңде сондай бір тауарлық бір белгілер, бір брендтер істеуіміз керек қой. Сол брендтердің заманы болып тұр ғой. Ең аяқ киім тіксек те мысалы қарасақ, ол соған біз баруымыз керек деп ойлаймын. Спорт бір жағынан Димаш тәуелсіздік көтерді, солай ғой. Кешегі Шайдаров, Қайраттың Чемпиондар лигасына топтық кездесу қатысты. Кешегі Рыбакин анау қызымыз әлемнің екінші ракеткасы болды теннистен. Сондай нәрседен құрылады ғой. Ол патриотизм де бір үлкен бір урамен емес, сондай бір нәрседен құрылады. Сондықтан осы жағынан бізге менің ойымша сол тұтынушыдан бір өндіруші ұлтқа айналса жақсы болар деп ойлаймын. Дегенмен қазіргі кезде мысалы менің баламды айтайыншы, мысалға, қазіргі таңда 11 жаста, оның әлемге деген жалпы көзқарасы, еркіндігі өзгеше. Сондай альфа ұрпақ дейді ғой, альфа ұрпақ өсіп келе жатыр. Олардың еркіндігін айтып жеткізу мүмкін емес. Олар айтты, маған ұнамайды, болды, мен жасамаймын. Осындай ұрпақ тәуелсіздігімізді одан әрі нығайтады дегенге сенесіз бе? Сенемін. Өйткені біз көрмеген, өмірде біз көрмеген форматтар бар. Біз көрмеген құрылымдар бар. Олардың бәрі тосын болған. Бәрі тосын естіледі. Мысалға, Абайды қоғам қабылданбаған. Алтынсарин мектеп ашу үшін 4 жыл жүрген. Өзінің ағайындар қарсы болған. Ахметтерді Шахрзаман Мырза сияқтылар Ахметтер жамандаған. Бақытжан кімдер жаңағы Қаратаевтар Әлиханды жамандаған. Кітап шығарған тіпті. Бірақ тарих орнына қойды ғой. Сондықтан қашанда әке мен бала деген проблема бар ғой. Баяғы атсыз етеген мәселе бар ғой. Солай болады. Ол міндетті түрде солай болады. Абай әкесі құнанбай құнанбаған. Әке балаға. Әке баласы. Сол бүкіл қазақ құнап отыр ғой. Өзінің әкесі, көрдіңіз бе? Сондықтан олар жаңа формат әкеледі. Әрине біз оған көңіліміз келмейді, ренжиміз, кейіміз, ертең қартайғанда одан да ренжуіміз мүмкін. Мысалы, Құдай соңғы жетсек. Бірақ олар өздерінің заманын жасайды. Міндетті түрде кейінгі ұрпақ бізден күшті болады. Міндетті түрде мен оған сенемін. Ол адамзаттың эволюциясы солай. Адамзат бүгінгідей адам болмаса деген ой болмыз. Ол болады. Бір кезде гуманистік кризис болады. Міндетті түрде болады. Оны декаденттік кезеңде француздар 19 ғасырдың аяғында шешті. Мына фашизмнің өзі гуманистік кризис Германияда қандай ұлт еді? Мысалға Бетховен шыққан, мысалға Гегель шыққан, Кант шыққан ұлт не болды? Екі соғысты басталып, әлемге масқара болды. Сондай данышпандар шығатын ұлт сондай істеу керек пе еді? Көрдіңіз бе? Қарап отырсақ. Бірақ болды ғой. Сондықтан Абайдың өзі қазақтың гуманистік кризисі.
Абайдың қазақ халқының дағдарысы, Абайдың 41 жасында қартайды, қайғы ойлады ұлғайды арман, қартайды, қайғы ойлады ұйқы сергек. Бұл таза қазақтың гуманизмі. Кризис. Абай кризис. Ал мына алаштар сол кризистен шығарғандар бізді. Абайдың қартаюы ұлттың қартаюы. Соны керемет Таласбек марқұм режиссер болған, Досқан Жолдасынов режиссер, ана сценарий жазған, Біржан Салда қабырғаны ұрады, қазақ қартайыпты ғой дейді. Сонда Біржанда 40-тың үстінде, Абай 41-де. Бұл қазақтың қартаюы. Әр ұлттар қартаяды, жасарады. Менің ойымша, бізде мен білетін 3 қартаю бар, өзім ойымша. Бұл Тәукеден кейін 1718 жылдан кейін барып 3 қантыққа бөліндік. Қазақ қартайып, кризис болды. Не болды? 3 жылдан кейін Ақтабан шұбырынды болды. Соған реакция болды, тарихи реакция берді. Тосып кеттік, Ақтабан шұбырынды алқаға құлама. Бұл бір. Екінші, 22 жылы орта жүзде қазақ хандығы жойылды. 45 жылы кіші жүзде қазақ хандығы жойылды. Не болды? 67-68 жылы реформа болды. Әкімшілік реформа, отарлық. Содан кейін Абайлар шықты. Сосын да Мағжан айтты алқада, Абай қазақтың отаршылдыққа шалған бірінші құрбаны дейді. Абай құрбан. Абай өмірінің өзі құрбан. Абайдың өмірін басқа бермесін. Құдай сақтасын. Абай өзін жақсы берген адам. Алтынсарин да сондай адам. Шоқан да сондай адам. Сол кездің адамдар. Одан кейін құсқарам деп шыққан Ахметтердің тағдыры не болды? Көрдіңіз бе? Олар сол саяси жүйенің дағдарысы, гуманистік дағдарыс, адамдық диқаншысы. Мысалға, Абай айтады, халқым надан болғасын қайда барып оңай дейді. Ахмет айтады, адамдық диқаншысы қырға шықтым, көк жоқ, көғал жоқ, құрға шықтым. Көңілін көтерем деп қолға алыптым дейді. Өзінің халқымен күресті. Ол бір жақ, Абай ол екі жақты күрес болды, өте қиын болды. Абайда бір жақты күрес болды, халықпен ғана. Бұлар мынау саяси өкіметпен отарлық. Сосын өзінің халқының надандығы, қазақ халқында оқылсын. Қазақ қалпы, қазақ салты. Қазақ салты өзінің иммунитетін әлсіреп алғанда, қазақ қалпы отаршылықтан иммунитетінің әлсіреген. Екі параллельный Абай Ахметтің данышпандығы. Қазақ халқында оқыңыз. Ол қазақ салты, ол өзімізден, ешкімнен біреуге жабуға болмайды. Қазақ қалпы ол біреуге жабуға болатын нәрсе. Жиған тергенді оқыңыз. Көрдіңіз бе? Осындай кризис. Мүмкін ондай да руха кризис болуы мүмкін. Адамзат оны мүлдем кешіреді. Мына болып жатқан соғыстардың бәрі гуманистік кризис қой. Барып тұрған гуманистік кризис қой, басқа не. Көрдіңіз бе? Сондықтан ондай нәрсе бізде де болуы әбден мүмкін. Ол қай ұрпақта болады, мен балжып айта алмаймын. Бірақ сіздің де бір үрейіңізде мүмкін бір шындық бар шығар, ондайлар болуы мүмкін. Ондайлар болуы әбден мүмкін. Бірақ біз оны бүгіннен бастап жаңа өзің айтқан аналитика болып, біз білім жүйесіне ма, өзіміздің бір ұрпақтың арасында бір ұрпаққа қатынасқа ма, оны біз реттеуге тырысуымыз керек деп ойлаймын міндетті түрде. Жаңа айтып кеткен өскелең ұрпаққа осы патриотизм дегенді жалпы қалай дұрыс түсіндіру керек, қалай дұрыс жеткізу керек? Енді оның бір рецептін айту қиын. Мен мысалы өз тәжірибемнен 2 ұлым бар менің, Мұқағали, Еркеғали деген. Мен ол әкемнен үйрендім. Әкем кітап әкеледі да, кітап сатып алып келсін, оқы деп айтпайды. Менің жалпы шешем маған биологиядан берді. Жатқан жер жарық болды, 4 жыл бұрын әкем бар 83-те. Соны ал деп айтпайды. Сосын 2-3 күн айтады. Анам, әкең кітап әкелді ғой, еңбектеніп, соны сен оқысашы дейді. Анаңыз айтады. Айту методын қараңызшы. Мен балаларға соны істедім. Желкесінде тұрып оқы деген ол болмайды. Ол дұрыс емес. Қазіргі балаға тіпті, ол қайда біздің кезімізде отырып тұратын едік. Қазіргі балаға, қазір өз балаңа өзі саясат керек. Шыны керек қой, өзің өмірде болсын ғой. Енді біздің балалар қайта есейді ғой, сенің балаларға тіпті сол саясат керек. Немелерімізді көріп отырмыз ғой. Сондықтан бір жағынан ойлаймын, бұларда өзімнің ойым, мүмкін айтылып жүрген шығар қоғамда, мүмкін бір жерден оқыдым ба, өзім ойымда қалған нәрсе, бір фрагментарлы сана бар сияқты. Өйткені телефон ауыстырып отырады ғой ылғи. Содан фрагменттермен қабылдайды. Бізде жүйелі қабылдау бар еді ғой. Бұларда фрагментарлы қабылдайды. Қыл жасыл әлем ғой. Сосын бір дағдарып қалатын сияқты бұлар. Өйткені айырамай қалатын сияқты. Өйткені өте ақпарат көп, тұтынушылық сана дамыған, мынау затқа құмарту, бір оңай нәрсеге құмарту деген сияқты нәрселер өте құмарған, көп нәрселер ашылды, құпия емес, адами жасыруға болатын нәрселер ашылып кетті, солай емес пе? Бір әдептен аттап кеткен жерлер де бар. Сондықтан солардың кезінде бір дағдарыс болып қалуы мүмкін. Бірақ Құдай бетін аулақ қылса, аман болайық. Бірақ сондай бір ұрпақ пен бір ұрпақтың, мен Еркеғали балам айтады, 96 жылға мен бізден кейінгі 6-7 жылдан кейін біз жастар түсінбейміз деп қояды. Олардың өзінде бұрын ондай өзгерістер өте ұзақ жылдарда болатын, 20-30 жылда, 40-50 жылда болатын. Қазір тез ауысты, өйткені қоғам тез ауысты, ақпарат тез ауысты.
біз ақпараттарға 24 сағат тежеліп дейміз ғой. Ол ақпарат көп болғаннан кейін егер 24 сағат ауысып кетсеңіз, телефон тастаңыз да, анау Жангелдин ауданына Көкалатқа барып жатырмыз 3 күн. 3 күнде уақыт өтпейді ол кезде. Уақыт бұрынғыша. Шортанбай айтатыны бар. Заман бұзылды дейді, заман емес, адам бұзылды. Күн орнынан шығады, ай орнына батады дейді. Бұзылған адам, біз адамбыз. Сосын еріктеу көп қой. Еріктеу көп. Бізде ұлттық тәрбие бір қайнар ұстап қалу, тамыр ұстап қалу қазір ол оңай емес. Өйткені олардың ойын бөліп тұрған нәрсе көп. Көрдіңіз ба, сондықтан біз айтамыз, олар жасайды деген сияқты ғой. Көрдіңіз ба, сондай нәрсе бар. Дегенмен осы патриотизмді саналысына сіңдіру үшін не істеу керек? Отбасы деп ойлаймын. Біріншіден, қазір жұмыс басылып, мысалы 3 жастан бастап балабақшаға береміз. Жақсы ойнатады, тамағын береді, тәрбиешілер жақсы апайлар, мектепке береміз. Сосын ата-анада да сондай дұрыс емес нәрсе пайда болды. Содан талап ете бастайды. Бала сенікі ғой. Қазір мектепке бар, ұрсатындар, министрге айтам, акиматқа айтам. Содан мұғалімнің беделі бола ма? Қазір мұғалім сондай беделі бар ма біздің? Берекесін алып қойды. Берекесін. Бізде қазір мұғалімге барып айтатын едік, бәленің бәрі өзіңнен деп қайта өзімізге ұрсатын. Сосын екіншіде айтпайсың. Қазір шамнанса мектепке жүгіріп барады. Видеоға түсіріп алып мұғалімдерін жібереді. Ұят емес па? Иә? Бүкіл мектепте не істеп, не қойғанын бәрін жіберіп отыр. Қарап отырсаңыздар. Қазір мектеп оған директор айтады, сен балаға тиіспе. Оның ата-анасы саған айтады. Сосын әкелеміз да 10-11 жасқа келіп ұбт-ға қуып тығамыз. Ана балаға психологиялық үлкен нагрузка. ұбт деген ештеңке ойлама, ештеңке істеме, тек грант. Бірақ ол сол кезде тура 16-17 жасында қалыптасып жатқан қыздар мен жігіттер ғой. Тура қалыптасып жатқан кезінде біз олардың еркін қалыптасып жатқанда апартта олар шектеп тастадық. Олардың күн тәртібін шектеп тастадық. Қарап отырсаңыз. Осының бәрі санаға салмақ қой. Психологиялық салмақ қой. Одан балаң захор болады. Тіл алмайды, немесе бір меланхолияға баруы мүмкін. Көрдіңіз ба, осындай нәрселер бар. Енді үйтпесек, тағы да оқу керек деген сияқты сондай бір нәрселер бар өзгертетін қоғамда. Соны бір қоғам болып ойлану керек негізі. Ондай мәселе бар. Жалпы осы патриот болу үшін мемлекеттік тілді білу қаншалықты маңызды? Өте маңызды ғой мемлекет. Өйткені тіл деген қарым-қатынас құралы бір 4-ші ма, 5-ші ма оның функциясы. Тіл бірінші рух. Гумбольдт оны ашты. Фон Гумбольдт философиядан тілді бөлген адам. Біздің Гумбольдтымыз ақан ғой. Рух деген сөз қолданып, мынандай сөз бар. Рух және тіл және рух. Осыдан асқан сәйкестікті табу әлемде мүмкін емес дейді Гумбольдт. Ақан да тура соны қайталады. Басқаша формада қайталады. Өйткені тіл ол сәлеметсіз ба, здравствуй емес қой. Ол сол тілде ойлау. Қазақ сол тілде түс көру деген сөз жақсы көреміз ғой біз. Сол тілде сайрау деген сөз, осы түс көру емес сайрауды көп айтамыз. Сол тілде ойлау жүйе. Біздің былай шыққан кезде матрицамыз ғой. Бүгін тілмен айтсақ, біздің матрицамыз тіл. Бәрі содан қонады. Мысалға тіл сезімді тасымалдаушы, ойды тасымалдаушы, ата-бабадан келетін ақпаратты тасымалдаушы. Оның патриоттығын, білім алған ол сыртқы жағы. Біз көбінесе тілдің сыртқы жағымыз. Ол тіл іште. Мысалға Францияда мақал бар. Менің отаным Франция емес, француз тілі дейді. Мен француз тілін қайда? Канаданың Квебек штатында француздар әлі күнге шейін ұстап отыр. Мысалға Франция анау этникалық аз ұлттардың тілін мойындау жөнінде Еуропалық хартияға қол қоймады. Хартияға қол қойса, ол провансаль тілін, немесе баск тілін, немесе каталон тілін, немесе шампан тілін мойындап, мектеп ашуға мәжбүрлады. Франция қойған жоқ. Демократиялық Франция этникалық 7 миллион араб тұрады, бірден мектебі жоқ. Ресей Федерациясының заңында мынандай бап бар, ол білім жөнінде заңында. Мемлекеттілігі бар халықтардың Ресей Федерациясында мектеп ашылмайды. Мемлекеттілігі бар. Қазақша ашылмайды. 3 миллион украин тұрады, бір мектеп жоқ. Өйткені оның заңы ол солай. Және ол дұрыс, ол үшін дұрыс. Бізде қазіргі таңда неге сондай? Ондай өйткені біздің айтып біздің пайыздық мөлшеріміз. Ол қашан Ресейде ондай этникалық дисбаланс болған жоқ қой. Бізде дисбаланс болды ғой. Мысалға, ана жыл Астанада тіпті қазақ келіншектер, аналар орыс мектебін ашпасаң деп кетпей қойды ғой мектептен. 60-70 әйел адамдар кәдімгі орыс класын аш деп қазақ әйелдер табандап отырып алды. Соған билік не қатысы бар? Немесе біреу айтты, журналистің қатысы бар ма? Өздері кәдімгі ұйымдасып отыр. Сондай елді әкеліп бірден ашып жіберсең не болады? Ол қоғамдық тайталас қалып келеді ғой. Оны қарап біліп отырмыз, қарап отырсаңыздар.
осындай бар. Мысалға біз мынадай қызық болды, мен қала істерінде Жансүгірлік көшесін берді, Жансүгір. Соған Жансүгір ұлы деп жазып қойдық. Өйткені ана Ілияс Жансүгіровтің тірі кезінде шыққан еңбектері оппен жазылмаған. Содан бір шақал арызданды ғой әкімдікке. Неге офты ұлы қыласыңдар деп. Маған кел, маған тіл басқармаға кел. Сен қандай шаруаң бар? Бүкіл біз оқыған кітаптың оф деп тұр. Сен Жансүгір ұлы дегеннің орнына оф деп жаз деді ғой. Қазақтың ақсақалы, қазақ ақсақал, ауылдың ақсақалы деп айтып тұр маған. Көрдіңіз ба? Өйткені бізде де бір тектілік болмай тұр ғой, өзімізде де бір тектілік болмай тұр. Көрдіңіз ба? Қалай қалыптастырамыз? Я, енді ол мен жаңа айтып тұрмын ғой, тағы да соған айтамыз, күтеміз, эволюциялық жолмен келеміз. Өйткені ол қазір дүкенге барып айтсаң, я сама знаю, на каком языке говорит деп айтады. Қазақтың қыздары, мен талай қыз менің бетімнен алды қазақтың қыздары. Сіздің не шаруаңыз бар? Мен өзім білемін қай тілде сөйлесем. Қара, оны енді ұрсасың ба, не дейсің? Ұрсаң тағы да бәле қаласың. Көрдіңіз ба? Сондықтан қазір жастар деген ол беттен алуға, оған кішкене дайын тұр қазір, иығын беріп тұр. Бұрын кішкене бір именетін еді. Қазір тіпті автобусқа, мен автобуспен жүремін, автобусқа кірген кезде бір 6-7 адам отырады, телефон шұқып, саған қарамай, сен елемей отырады. Шашым ұзақ, кейбіреудің атасындай адамбыз, бірақ ондай жоқ. Біз баяғыда өзімізбен қатар келіншекке сатып тұратынбыз мысалға. Қазір ондай жоқ. Жас айтқан келатыр, көрдіңіз бе? Сондықтан бұндай кезде қоғаммен де санаспауға болмайды. Бірақ бұл тіл келеді, өйткені ол бәрібір діл, сосын қазақтың тілінің мемлекет тілінің дамуының бұл алғы шарты бар. Мемлекет тілі болу үшін бірнеше алғы шарт керек. Бірінші, сол мемлекеттен ол қорғалу керек. Конституцияда қорғалған, тіл туралы заңда қорғалған. Бар ғой, бар. Оның өзінің елі болу керек. Елі бар ма? Бар. Елі қорған. Дұрыс ба? Ол ел тәуелсіз ба? Тәуелсіз. Ол елде ол тілдің өкілдері көп па? Көп. Міне негізгі 3 шарт бар. Саяси шарт бар, әлеуметтік шарт бар, интеллектуалдық шарт бар. Бәрі бар. Бірақ соның әрқайсысы өскін болу керек. Жапырақ жайды ма, гүл шашты ма, ертең дәм беру керек. Мүмкін дәмсіз отқан шығар, бірақ ертең дәмді болады. Өйткені оның бер жағында қазақ тілінің өзі лингвистикалық құрылымы жағынан, грамматикалық формасы жағынан, лексикалық құрамы жағынан ол ешқандай тілге емес, ол дайын. Ол біз қалыптастырған жоқпыз. Тілдің 5 стилі ағалардың кезінен бастап қалыптасты. Бұл тілде математика жасалды, бұл тілде ғылым жасалды. Совет үкіметінің кезінде Қаныштар шыққан, Әлімхан Ермековтер шыққан, химиядан жұмыстар қорғалған. Сол заманның өзінде Міржақып есептану кітабын жазған. Мысалы, сондықтан 15 томдық жаңағы әдеби тілдің сөзігі бар, 100 томдық бабалар сөзі бар, қор бар ғой. Қор бар, сондықтан біздің жаңағы табанымыз тұрлаулы. Табанымыздың бірі бар біздің. Сондықтан оған мен қалған енді тек қана уақыттың еншісінде. Ондай айтпаймын. Сосын көптеген геосий жағдайлар біздің патриотты оятып жатыр ғой. Мысалға, шыны керек қой, көптеген геосий жағдайлар оятып жатыр. Кімнің кім екенін көріп отырмыз. Өзімізге ғана сенетінімізді көріп отырмыз. Сондықтан сосын айтылып жатқан әңгімелер де дұрыс. Үлкен кісілердің тарапынан, жастардың тарапынан талап бар. Қазақ бөлімдерінде оқып жатыр. Астананың келуі демографиялық жағдайды көбінесе жақсы оң салдауға өзгертті, шыны керек. Жаңа айтқанымда ең жас ұлттардың біріміз. Әлемдік деңгейде де құдайға шүкір беделіміз жаман емес. Мысалға, ресурсымыз табиғи байлық болса да көптеген алғышарттар бар бізде. Бірақ біреу баяу, біреу кеш, жаңа айтқанымдай ғой. Бағыт дұрыс, бірақ қарқын керек, әрине қарқын керек. Сондықтан мен өз басым тіл саясаты комитеті жұмыс істегеннен кейін филолог болғандығы емес, мен оған сенемін. Сосын жастарды мен дәріс беремін, мықты жастар өсіп жатыр. Өте мықты жастар өсіп. Шынында да мысалға бір Арын Құнанбайұлы деген жігіт бар, 28-дегі жігіт екен. Сол ютубта мен ұстазымдай тыңдаймын. Мен 28 емес, осы 61 жасымда соның айтып білгенін білмеймін. Арын Құнанбайұлы деген жігіт бар. Қандай 28 жаста сол тілдің теориясын талдайды. Бүгінгі жастар жөнінде әңгіме айтады. Тілдің бір оралым бар, мен білмейтін сөздер айтады. Мен ұяламын, тыңдаймын. Және айтамын, мынау біздің ұстазымыз осы бала деп өзімнің жазушыларға жіберемін, журналистерге жіберемін. Және сондай жастарды мойындауымыз керекпіз. Біз жол беруіміз керек. Мықты жастар өсіп келатыр. Біз ең басты соларды тарта білуіміз керек. Ол анау жаман, жастар жаман, музыка бұзылған, өйтіп келе жоқ. Пушкиннің күндерін жазып қойды, Пушкин. Қазір жастар деген әдепсіз көшеде темекі тартады деп. Өйткені Ресейде көп үйлер ағаштан салады ғой, өрт көп болады, көше темекі шегуге болмайды екен, бөш қойып қойды, бөшкенің астына шегеді. Соны Пушкин әбес көріп жазып қойыпты. Бірақ Пушкин деген керемет Толстой келген жоқ па, Чехов келген жоқ па.
Одан кейін Рахманинов туған жоқ па, Глинка туған жоқ па, Репин туған жоқ па, орыстың операсы, балет туған жоқ па? Солай емес пе? Космосқа адам шыққан жоқ па? Қарап отырсаңыздар. Пушкин бірақ сөйтіп айтқан. Көрдіңіз бе? Қанша данышпан болса да. Сондықтан сену керек. Ербол Ерденбекұлы, келіп бүгін ақпаратыңызбен бөлісіп, жеке пікіріңізді, сын пікіріңізді айтқаныңызға біз алғыс білдіреміз. Келіп тұрыңыз, рахмет. Өздеріңізге рахмет, жақсы күндер жолығайық.